Саламатсыздарма, студенттер. Бүгін 9 мамыр жеңіс күніне байланысты тәрбие сағатын бастаймыз. Тәрбие сағатының мақсаты жас ұрпақты өз отанын сүюге, қорғауға тәрбиелеу. Отан үшін жан қиған аталар мен апаларымыздың, ардагерлеріміздің ерлігін үлгі ете отырып, оларды құрметтеуге тәрбиелеу. Жеңіс күні, ерліктің отын маздатқан осынау күні тағы бір сұрапыл сұм жылдарды еске аламыз. Бұл батысқа қарап телмірген жар, үмітін үкілеген аяулы ана, әкесін асыға күткен сәбилердің арманы болып келген жеңіс. 1,5 миллион ұлын аттандырып, барын, малын бергізген, қуаныш пен қайғыдан қатар жылаған жандардың жеңісі. Қазақстан бұл соғыста 12 атқыштар, 4 кавалерлік дивизия, 7 атқыштар бригада, 50-ге жуық жеке полк пен батальон құрды. Жауға атқан 10 оқтың 9-ы қазақстандық қорғасынан құйылған. 500-ге жуық қазақстандық Кеңес одағының батыры атағын алды. Қаншама қара шаңыраққа қаралы хабар әкеліп, қаншама қазақ отбасының үмітін үзген жеңіс. Өрімдей жасты қару кезендіріп, кеудесін орденмен безендірген жеңіс. Ертеңге елеңдетіп, еркіндікке қол жеткізген жеңіс. Келешектің кемеліне сенім арттырған жеңіс. Ардагерлердің жеңісі, ата-апаларымыздың жеңісі. Сұрапылдарды сабырмен жеңе білген жеңіс, біздің жеңіс. Тарихты ел тағдырына өшпес із қалдырған жеңіс. Өткен азапты жылдардың сабақтарын ешкім ұмытпақ емес. Жылдар бойы сұм соғысқа шыдай білгендерді біз жылына бір рет емес, күн сайын, сағат сайын құрметке бөлуіміз парыз. Бірге болуымыз парыз. Бас иген балам біз үшін қан төккен, болашақ адамдардың бақытына қаһармандықпен қан кешкен, оқ болып атылған жауына сол үшін балам бас иген. Олар өлген жоқ, олар тірі мәңгі, олар бізбен бірге. Көреді атар таңыңды, олар бізбен бірге жеңісті тойлайды, олар бізбен бірге гүлдей тұрмайды. С Днем Победы, с Днем Героев, нашей Родине святой, счастья, солнца вам желаю, в сердце мир, любовь, покой. День Победы – это праздник славы тех, кто постоял за нас в бою, кто пожертвовал порою самым главным, кто отдал за нас и жизнь свою. Еске түссе сол қасірет сол жылдар, жүректерді дірілдетіп ой салар. Ойласақ тереңдетіп түбіне, ашылмаған сырлар жатыр бұл сөзде. Қанды шайқас есте әлі бәрі де, батырлардың даңқы істі әр жерде. Аманаттап армандарын ақтанға, кетті ұшып ағарманның жолында. Қан майданнан жараса әлі жүректе, біледі жұрт таниды оны әр кезде. Айналған ақиқаттың туына, қаһармандар батырларын әлбетте.